Оны алғаш көргенде сіз оны қауіпті деп ойламайсыз. Арық, шашы боялған, үнемі күліп жүретін жігіт. Бірақ октагон есігі жабылғанда бәрі өзгереді. Бұл UFC тарихындағы ең күтпеген жыртқыштардың бірі. Бір соққымен жекпе-жекті аяқтай алатын нағыз өнерпаз. Ол Шуга Шоу, Шон О'Мalley, және бұл оның қалай әлемді бағындырғанының тарихы. UFC-дегі 6 жыл ішінде оғаштау 22 жастағы дебютанттан өз дәуірінің 2 үздік файтерін жеңген әлем чемпионына айналды. Оған сенбейтіндер көп, оны жек көретіндер де бар, мазақ қылатындар да табылады. Бірақ бір қызығы, ешкім оның жекпе-жектерін өткізіп алмайды. Шуга деген лақап аты бар файтердің жолы 1994 жылдың 24 қазанында ақш-тың Монтана штаты Хелена қаласында дүниеге келуімен басталды. Оның балалығы мүлдем жекпе-жекпен байланысты болмады. Ол қарапайым болып өсті. Мектепте оқуды аса ұнатпады, бірақ спорттың түрлі түрлеріне қызығушылық танытты. Алғашқы маңызды спорт секциясы америкалық футбол болды. Алайда 11 жасында Шон бұл спорттан бас тартты. Bir күні досы оған бокс жаттығуына баруды ұсынды. Кейін Шон мойындағандай, ол кезде жекпе-жек спорты жайлы ештеңе білмеген, бірақ залға кірген сәтте сол атмосфераға ғашық болды. Біраздан кейін боксқа, кикбоксинг пен джиу-джитсуға қосылды. Мэлли әрбір бағытта үстірт болса да, тәжірибе жинап, әуесқой ММА турнирінде бағын сынауға бел буды. Жекпе-жекке деген құштарлығы соншалық, Шон тіпті әлі кәсіби спортшы болмай жатып, оқуды тастап, тек жаттығу мен жарысқа көңіл бөлді. Кәмелетке толған сәтте ол туған Монтана штатындағы жергілікті промоушнде кәсіби дебют жасады. Жарқын, әрі ерекше сырт келбеті және сондай-ақ жекпе-жек стилі оны тез арада жергілікті жұлдызға айналдырды. Оған кәсіби файтер Тим Уэлш назар аударып, болашақта оның басты бапкері әрі досы болды. Уэлш Шон О'Маллейдің талантын байқап, Аризонадағы ММА лав залына бірге жаттығуды ұсынды. Шуга келісіп, сумкасын жинап, солтүстіктен оңтүстікке 900 миль жол жүрді де, өзіне бір апта уақыт беріп, болашағын шешпек болды. Уэлштің айтуынша, сол апта бойы Шонды спаррингте тіпті қыздарды аяусыз сабаған. Біраз уақытқа ол жоғалып кетті, бірақ тек көбірек заттарын алып келу үшін туған қаласына оралған екен. Осы жолы ол ММА лабқа байыппен әрі ұзаққа келді. Ол кезде оның рекорды 6 жеңіс болатын. Шон көркем нокаутта жасап, барған сайын көп назар аудара бастады. 2017 жылдың мамырында ол ақштағы ірі промоушн Alpha-да жекпе-жек өткізді. Бұл кездесу 2 минут 30 секундқа созылып, тағы бір вирус хайлайтпен аяқталды. UFC матчмейкерлері бұл танымал жас проспектіні елемей қала алмады. Шон Дана Уайттың үміткерлер Сирия шоуына шақырту алды. Онда үміткерлер әлемнің басты лигасымен контракт үшін таласады. Оның қарсыласы Альфред Хашакян болды. Шон жекпе-жекті абайлап, екінші номер ретінде басады. Бірақ соның өзінде қарсыласын тез шайқалта алды. Бір сәтте ол сәтсіз бэкфист жасап, бірден соққыға жығылды. Келесі секундта ол арқасымен жатып, соққының астында қалды. Раундтың аяқталуына 2 минут қалғанда Шон нокдаун жасап, үстінен секіріп, тіземен соқты. Қуатты комбинациямен қарсыласын тұйыққа тіреп, жекпе-жекті тоқтатты. Бұл әдемі бір соққылық нокаут еді. Мұндай күш жеңіл салмақта жиі кездеспейді. Бұл финиш комментаторларды, жанкүйерлерді және лига президентін қатты таңғалдырды. Шон бірден контракт алды және 22 жасында UFC файтеріне айналды. Номері 1 лигадағы дебюті 2017 жылдың желтоқсанында өтті. Оның қарсыласы тағы да бір жаңа келуші Террен Уэр болды. Шон жекпе-жекті киктермен басап, қарсыласына барлық бағыттан соққы жасады. Стойкада толық үстем болды. Джептерді қолдана отырып, қарсыласының басын көздеді. Бірақ 3-ші раундта Шон бастапқы тактикасына қайта оралып, инициативті өз қолына алды. Раундтың соңында тіпті тейкдаун жасап, өз пайдасына басымдықты арттыра түсті. Ауыр әрі созылыңқы жекпе-жектің қорытындысы қатаң еңбектің арқасында алынған қазылардың бір ауыздан берген жеңісі болды. Небәрі 3 айдан кейін Шон қайтадан октагонға шықты. Бұл жолы UFC-дің 222 турнирінде Андрей Сукамовқа қарсы. Лиганың басшылары Шонның жұлдыздық әлеуетін жоғары бағалап, оны бірден кештің 3-ші ең маңызды жекпе-жегіне қойды. Шон О'Маллей берілген сенімді ақтау үшін бірден шоу көрсете бастады. Қарсыласы алғашқы раундтың өзінде қысымға шыдамай шайқалды, бірақ әрең дегенде үзіліске жетті. Екінші раундта Андрей пулемет тәрізді соққылардан қашу үшін жекпе-жекті партерге ауыстырды. 3-ші раунд әдемі шабуылдарды жалғастыруға тиіс еді. Алайда бір кик кезінде Мэлли аяғын жарақаттап, оған түрену мүмкіндігінен айырылды. Тіпті әрең түктірді. Бірақ Андрей мүмкіндікті пайдаланып, аяққа емес күреске көшті. Соңына дейін үстінде жатып, жекпе-жекті ерте аяқтай алмады. Нәтижесінде Шон жарақатына қарамастан қазылар шешімімен жеңіске жетті. Аяғын емдегеннен кейін небәрі 6 ай өткен соң қазан айында Хосемен жекпе-жек өткізу керек болатын.
Бірақ Шон допинг тестен өте алмай, осартин атты анаболик қолданды деген айыппен шеттетілді. Кейін ол айып толықтай алынып тасталды. Заттың рұқсат етілген қоспалар арқылы ағзаға түскені дәлелденді. 2019 жылдың жазында Шон Оммели Марлон Верамен жекпе-жекке дайындалып жатқанда USAда қайтадан сынақ нәтижесіне күмән келтірді. Бірақ бұл жолы да кінәсіздігі дәлелденді. Талдау бұрынғы осартин қалдықтарын көрсеткен екен. Пауза тағы жарты жылға созылып, бұл уақытта Шон джиу-джитсудан жетілдіріп, грэпплинг турнирінде өнер көрсетті. Ақыры 2020 жылдың басында пандемия басталмай тұрып, өткен UFC 248 турнирінде 2 жылдық үзілістен кейін октагонға қайта оралды. 25 жасар Шон бұл уақытта сақал қойып, бұлшық жинап, жылдамдығын арттырғанын айтты. Ол жекпе-жекті бірден жоғары қарқынмен бастап, жеңісін ерте аяқтады. 3 айдан кейін ол аренаға қайта шығып, 10 жас үлкен ардагер Эдди Вэллентпен кездесті. Бұл жолы алғаш рет шашын түрлі түске бояп шықты. Қарсыласы бірнеше жақсы соққы жасаса да, көп ұзамай Мелли бір соққымен жекпе-жекті аяқтап, тағы бір әдемі нокаутын өз коллекциясына қосты. Осылайша жас таланттың рекорды 12-0 болды. UFC-дегі 4 жеңісінің екеуі мерзімінен бұрын аяқталған еді. Ол жеңіл салмақтың топ емес қатарына кіріп, енді шынымен мықты қарсыластармен кездесетін уақыт келбеді. Экваторлық UFC файтері Марлон Вера бұл жекпе-жекке дейін 5 жеңіс қатарына иеленген еді. Бірақ одан кейін Сони Ядонға өте даулы шешіммен ұтылды. Вера мен Шон Оммели UFC 252 турнирінде кездесті. Бұл Шон үшін 6 ай ішіндегі 3-ші жекпе-жек болды. Екеуі де жақындап соғысудан қашып, тек аяқпен жұмыс істеді. Бір сәтте Марлон тепкімен Шонның жеке тамырын зақымдап, оның аяғын істен шығарды. Шон енді сол аяғына салмақ түсіріп, дұрыс қозғала алмады. Чито асықпай қарсыласының қателігін күтті де, партиде формалы түрде соққыларын жеткізіп, жекпе-жекті аяқтады. Бұл Шон Оммелидің мансабындағы алғашқы жеңілісі еді. Бірақ Шон әлі күнге дейін оны мойындамайды. Өзін әлі де жеңілмегенмін деп санайды. Шон жарақатын емдеп, мансабына қайта оралу үшін 9 айға жуық уақыт өткізуге мәжбүр болды. Оралғанда ол топ 15 рейтингінен тыс қалды және элитаға қайта көтеру үшін жеңіс сериясын қайтадан бастауға тура келді. Қайтып келгеннен кейін алғашқы қарсыласы Томас Алмейда болды. Бір кезде қорқынышты нокаутшы саналған бразилиялық 3 жеңілістен кейін көп үміт тудырмайтын. Шон бұл жекпе-жекті жылдам комбинациялармен басталды. Алмейда аяғына шабуыл жасап, басымен жақындап қарсыласуға тырысты. Шон өзіне деген сенімділігі жылдам нокаут жасауға кедергі болды. Сондықтан ол жекпе-жек басында әдемі соққыларын жалғастырды. Ол бразилиялықтың аяғына, басына және денесіне ауыр соққылар бағыттап, әр раунд сайын қарқынын үдете түсті. 3-ші раундтың соңына 1 минут қалғанда нокдаун жасады да, бұл жолы мүмкіндікті жібермей, жекпе-жекті нокаутпен аяқтады. Керемет және әсерлі камбэк болды. Мелли бұл жеңістен кейін 50 мың бонус алды. Келесі қарсыласы бразилиялық Раон Пайва болуы тиіс еді, бірақ ол жарақат алып, жекпе-жекке шыға алмады. Шон картта қалғысы келіп, кез келген қарсыласпен жұдырықтасуға дайын екенін айтты. Нәтижесінде UFC оған қысқа мерзімде аса танымал емес португалдық Крис Маутиноны тапты. Басталғаннан-ақ Шон жылдамдығы мен қашықтықты бақылау арқылы өзіне тән техникалық комбинациямен басымдық көрсетті. Маутино қанша соққы алса да алға қарай жүре берді. 3-ші раундтың басында Шонның басқа бағытталған соққылары 145-ке, ал қарсыласының небәрі 25-ке жеткен еді. Соңында төресі жекпе-жекті тоқтатып, Шон өзінің UFC-дегі 6-шы жеңісін және 4-ші 50 мың бонусын иеленді. 6 айдан соң ол Раули Пайвамен жекпе-жекке шықты. Бразилиялық 3 жеңіс қатарынан келсе де, бұл оның жеңіл салмақтағы алғашқы қадамдарының бірі болатын. Пайва бастапқыда сақ болып, Шонның шабуыл жасауына мүмкіндік бермеді. Бірақ раундтың ортасына қарай Мелли ырғағын тауып, басымдығын арттырды да, бірінші раундтың соңына жетпей-ақ жекпе-жекті техникалық нокаутпен аяқталды. Бұл оның қатарынан 3-ші ерте жеңісі және UFC-дегі 5-ші финиші болды. Осылайша Шон 8 жекпе-жек өткізіп, UFC жұлдыздарының біріне айналғанымен топ 15 қатарына әлі толық кіре алмады. Бұл жағдайды түзету үшін ол тәжірибелі бразилиялық рейтингте 9-ші орында тұрған Педро Мунуспен кездесуі керек еді. Шонның көзге тығып алған соққысынан кейін 2-ші раундта жекпе-жек тоқтатылды және ол жарамсыз деп танылды. Мунус жалғастыра алмады, ал Шон ештеңесіз қалды. Бірақ ұзақ уақыт қапаланып жүруіне себеп болмады. Бірнеше ай бойы жалғасқан Шонның бұрынғы чемпион Петр Янмен Твиттердегі қақтығысын октагонда нүкте қоюға шешті. Ян титулдық матчтағы реваншта Алджимен Стерлингке жеңіліп, жеңіс жолына оралу үшін жаңа қарсылас іздеп жүрген. Ал Шон Оммели үшін бір ғана жекпе-жектен бірден Ян иеленіп отырған рейтингтің бірінші орнына секіріп шығудың мүмкіндігі еді. Тәжірибе мен қарсыластарының деңгейіндегі айырмашылықты ескерсек, ешкім Шонды бейсалды қабылдамады. Бәрі Янды оңай жеңеді деп күтті. Бірақ Шон
өз деңгейін дәлелдеуге деген ниетіне нық болды. Олар 2022 жылдың қазанда Абу-Дабидегі UFC 280 турнирінде кездесті. Пресс-конференцияда бір-біріне біраз уәж айтып, ақыры октагонда бетпе-бет қалды. Шон O'Malley өзіне тән стильде екінші номер болып, анда-санда тек кикпен және жалғыз соққылармен жұмыс істеді. Биіктік пен қол ұзындығы жағынан артықшылығы Шонның жағында еді. Бұл оған арақашықтықты сақтауға және Петерді жақындатпауға мүмкіндік берді. Күтпеген жерден Шон тейкдаундардан қошебелуге тура келді. Дегенмен Ян жекпе-жекті партерге түсіре алды. Кейін Шон қайта тұрып, тіпті қарсыласының аяғына өту әрекетін жасады. Екінші раундтың басында Шон дәл соққымен Янды құлатты. Бірақ бұрынғы чемпион тез қалпына келіп, дәл сондай жауап берді. Стойкада қиындық көрген ресейлік жиі күреске жүгінді, бірақ Шон қайтадан тұрып, қауіпті сәттер жасай алды. Бұл оның мансабындағы ең ауыр сынақ еді, және көпшілік таңғалғандай, ол өте лайықты деңгей көрсетті. Жекпе-жек көптің күткеннен әлдеқайда тең өтті. Көптеген жанкүйерлер, журналистер және сарапшылар жеңісті Янға берді, бірақ төрешілердің пікірі бөлек болды. Бөлінген шешіммен жеңіс Шонға берілді. Оның жеңіс коэффициенті 4-0 шамасында болғандықтан, бұл жылдағы ең ірі сенсациялардың бірі саналды. Бұрынғы чемпионды және рейтингтің бірінші номерін жеңген соң, Шон O'Malley бірден титулдық жарысқа қосылды. Жас әрі танымал файтердің хайпын ескеріп, промоушн басшылары оны бос жекпе-жектерге жұмсамай, чемпионмен кездестіруге уәде берді. Бұл кездесу Aljamain Sterling пен Генри Cejudo арасындағы жекпе-жектен кейін өтуі тиіс еді. Шон бұл жекпе-жекті трибунадан көріп, Стерлинг белбеуін сәтті қорғаған соң, октагонға кіріп стейрдаун өткізді. UFC 292 турнирінде 2023 жылдың тамызында олар титул үшін кездесті. Көптеген жанкүйерлер мен сарапшылар тағы да Шонды есептен шығарды. Стерлингтің жиу-джитсудағы шеберлігі оған партерді үлкен қауіп төндіреді деп есептеді. Бірақ Шон чемпионды аяқпен ұстап қалмай тұрып-ақ, жарықты өшіремін деп уәде берді. Жекпе-жек басталғанда Стерлинг арақашықтықты қысқартуға тырысты, кикпен жұмыс істеді және бірден күреске кіріспеді. Шон болса арақашықтықты сақтап чемпионның қимылдарын мұқият бақылады, сирек соққы жасады. Бір сәтте ол қарсыласын қаппада ұстап, хукпен құлатты да Ground and Pound арқылы жекпе-жекті аяқтады. Шон тағы бір сенсация жасап, 2 жылдан аса уақыт белбеуін қорғап жүрген мықты чемпионды жеңіп, жаңа жеңіл салмақ чемпионы атанды. Бір жыл бұрын тіпті топ-10-да да болмаған, көпшіліктің ойыншығына балаған файтер енді дивизионның шыңына шықты. Осыдан кейін Шон Марлон Вераға қарсы чемпиондық белбеуін қорғап жеңіске жетті. Алайда кейін Мераб Двалишвилиге қатарынан 2 рет ұтылып қалды. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.